ITC Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Армысыздар, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ұжымы мен студенттері. Бүгінгі эфирдің жүргізушілері 13-ші топ студенті Таженов Нұрғиса және мен 22-ші топ студенті Ишанова Айзада. Бүгінгі эфирімізді 17 қараша халықаралық студенттер күніне арнаймыз. Атаулы мерекемен Орал ақпараттық технологиялар колледжінің барша студенттерін құттықтаймыз. Адамның өміріндегі алтын әріппен жазылар кезең мектеп, ана құшағында өткен оқушылық күндер және бүгінгі қиындығы мен қызығы мол студенттік кезең екені сөзсіз. Өйткені ол сенің балалық, жастық шағың, көзді ашып жұмғанша өтер сиқырлы күндерің. Айзада, менің ойымша колледж студенттерін таңдаған мамандығыма қалай қол жеткіземін деген ой мазалайтыны анық. Адам өзінің болашақ кәсібіне әртүрлі жолдармен келеді. Біреулер үшін ол ойға алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастыруы, келесі біреулер үшін жаңалыққа, дербестікке талпыныс. Мамандыққа қол жеткізу үшін адам ең алдымен өзін, өз бейімділігін тану қажет. Өз-өзіне мен кіммін, осы өмірдегі менің орным қандай деген сұрақтар қоймайтын адам кемде-кем шығар. Нұрғиса, дұрыс айтасың. Мынау көп салалы өмірде мамандықтың түрі көп. Әрине, таңдау жасап, қол жеткізу оңай емес. Ең бастысы адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет. Және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды. Бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдаған адам ғана жетістікке жетеді. Адам еңбегінен қуаныш таба білсе, бойына жаңа күш қосылып, еңбекке деген шабыты арта түседі. Зор ықылас шабытпен істеген іс табыс биігіне жеткізетін қанат. Абай атамыз айтқандай, неге арналсаң, соны істе деп. Қашанда адам өмірінен орнын өз таңдауымен тапқан жөн. Студент ертеңіне жол ашады, асақта нұрлы болар болашағы. Дәл осы колледжінде білім алып, арманға алар самас қыр асады деп бүгінгі студент ертеңгі маман иелеріне сөз кезегін берсек. Ендеше, студенттер, сіздерге арнаған сұрақтарымыз бар. Әр қайсыларыңыз өз ойларыңызды білдірсеңіздер. Колледжде студенттік өзін-өзі басқару ұйымы жұмыс істейді. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымының құрамына кіретін студенттер колледждің қоғамдық шараларымен айналысады. Демалыс кештерін ұйымдастырып, колледж студенттерімен тығыз байланыста болады. Биылғы оқу жылында колледж президенті болып Сайфулиева Сабина сайланды. Сабина, студенттік өзін-өзі басқару ұйымының президенті болып сайлануымен құттықтаймыз. Бүгін студенттер күні қарсаңында өңіріміздің қоғамдық саяси өміріне араласып, мемлекеттік жастар саясатының оңтайлы жүзеге асырылуына қосқан үлесіңіз үшін Батыс Қазақстан облысының әкімінен алып отырған алғыс хат марапатыңыз құтты болсын. Колледждегі сайлау қалай өтті? Сол туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Халықаралық студенттер күні сіздерге де құтты болсын. Колледждегі сайлау бірінші, екінші курс дауыс беру арқылы өтті. Яғни бізде өзгеше болып өткізілді. Айта кетсек, LED экранға кандидаттардың тізімі шығарылды және ең төменгі жағында QR сканер қойылды. Телефонның камерасын ашып, QR-ға апарып сканерлейміз және сол жерде сайт ашылып, кандидаттардың аты жөні шығады. Рахмет, Сабина. Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алуы қажет? Мамандық таңдау деген өзінің айналысқын келетін жұмыс таңдау ғана емес, өзінің араласқын келетін ортаңда таңдау. Қазақ адам екі түрлі жағдайда қателеспеу керек. Бірі жар таңдаудан, екіншісі мамандық таңдаудан деп бекер айтпаған. Мамандық таңдауда ең бастысы қабілет. Егер адамның бойында сол мамандыққа сай қабілеттілік болмаса, одан нағыз маман иесі шығу екіталай. Студенттер арасында коммуникативтік дағдыларды, қоғамдық жағдайларға баға беруге, көшбасшылық дағдыларды дамыту және басқа да студенттік қоғамдық ұйымдармен байланысы болу үшін Хайтек дебат клубы жұмыс жасайды. Алтынай, осы клубтың белсенді мүшесі ретінде дебат клубының жұмысы туралы айтып өтсеңіз. Орал ақпараттық технологиялар колледжінің Хайтек дебат клубының мүшелері пікірсайыс және оның теориялары атты колледж студенттеріне арналған оқыту семинар тренингіне қатысып, британдық парламенттік формат бойынша тағылымдамадан өттік. Мұндай семинар тренингтер көшбасшылық дағдыларды қалыптастыруға зор мүмкіншілік береді. Дебат клубының талапты қатысушылары Бекетов Мадияр, Байғазиев Бибарыс, Ақбаев Әсет және мен Мұқанғали Алтынай. Рахмет. Алтынай, адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, қалай дайындауы керек деп ойлайсыз? Адам мектеп қабырғасында жүрген сәттен бастап, өз алдына жеке бір мамандық таңдап, соған қарай ертерек бейімделуі қажет. Ең бастысы ол мамандықты өз қалауымен таңдалуы.
сол сәтте ғана оның оқуға деген құлшынысы ашылып, алда талай жетістіктерге жетуі мүмкін. Колледжіміздегі мейірім волонтерлік клубы адалдыққа, достыққа, мейірімділікке, жауапкершілікке, еңбекқорлыққа тәрбиелеуге бағытталған ортақ мүдделерімен біріктірілген волонтерлердің студенттік бірлестігі. Сөз кезегін мейірім волонтерлік клубының мүшесі Жүсіпова Айнаға берсек, осы жылы атқарған жұмыстарыңыз туралы айтсаңыз. Дұрыс айтасың, Айзада. Мейірім волонтерлік клубының қайырымдылықпен айналысады. Мерекелік шаралар ұйымдастырады. Сондай-ақ шарамыздың бірі Мейірім волонтерлік клубының мүшелері 2023 жылдың 27 қыркүйек күні 1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесі қарсаңында Орал ақпараттық технологиялар колледжінің өнерпаз студенттерімен бірге облыстық қарттар мен мүгедектер үйіне барып, мейірімділік пен құрмет күні тақырыбында мерекелік шара өткізді. Алдағы уақытта осындай шаралар өткізу жоспарымызда бар. Рахмет. Айна, жақсы маман болу үшін адам нені біліп, нені үйренуі қажет? Ең біріншіден әрине білім. Білім болмаса оқи алмайсың. Жақсы маман бола алмайсың. Жақсы маман болу үшін көп еңбектеніп талаптану керексің. Ең біріншіден әрине білім. Білім болмаса оқи алмайсың. Жақсы маман бола алмайсың. Жақсы маман болу үшін сен көп еңбектеніп талаптану керексің. Орал ақпараттық технологиялар колледжінің саналы ұрпақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымы саналы ұрпақ жарқын болашақ атты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері арасында өткен облыстық жастар слетіне қатысты. Бұл ұйымның мақсаты өскелең ұрпаққа болашаққа бағдар беретін, білімді, саналы, еліне адал қызмет ететін патриоттық сезімі жоғары тұлға тәрбиелеу болып табылады. Әсет, Қазақстан жастары қандай болу керек? Менің ойымша, Қазақстан жастары өз болашағын ойлайтын патриот болу керек деп есептеймін. Яғни әр Қазақстан жастары еліне өзі үшін және болашағы үшін қызмет етуі керек. Рахмет. Әсет, бүгінгі студент ертеңгі маман иесі дегенді қалай түсінесің? Бүгінгі студент ертеңгі мамандық иесі дегенді мен әрбір студент болашағын ойлап, өз мамандығын алып шығып еліне әділ және бәсекеге қабілетті түрде қызмет етуі керек деп ойлаймын. Оқу жылы басталысымен ауқымды түрде өткізілген күзгі бал 2023 байқауы 2023 жылдың 10 қараша күні алтын күз мерекесіне орай колледжде өткізілді. Байқаудың мақсаты білім алушылардың әртістік қабілетін дамыту, табиғатты сүюге тәрбиелеу, ұйымшылдыққа бейімдеу. Байқауға 1 және 2 курс студенттерінен 7 жұп қатысты. Шара бірнеше турдан тұрды. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдеге 13-ші топ жұбы Күміскалиев Айқын мен Жазынова Тамирис ие болса, 1-ші орында 16-ші топ жұбы Уразымбетов Роман мен Стрелкова Анастасия, ал 2-ші орында 11-ші топ жұбы Кушекентай Арыстан мен Жакиева Асем, 3-ші орында 22-ші топ жұбы Кужаков Жандос пен Ситкали Ақбұта иеленді. Қалған жұптар номинациялармен марапатталды. Бас жүлдеге ие болған 13-ші топ жұбы Айқын мен Тамирис. Байқау туралы айта өтсеңіздер және алдағы жоспарларыңыз қандай? Алтын күз байқауына бірінші рет қатысып тұрғандықтан ұнады. Барлығы жақсы өтті. Алдағы уақытта колледждегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысамыз және осындай шараларға бағымызды сынасақ дейміз. Біздің ойымызда әрі қарай басқа түрлі сайыстарға қатысып, алғашқы орындарды алу. Бәріңізді осындай шараларға қатысуға шақырамыз. Рахмет, сендерге әрдайым жеңіс тілейміз. Колледжде 2004 жылы поиск әскери патриоттық клубы құрылды, ал 2012 жылы жігер әскери патриоттық клубы болып атауын өзгертті. Орал ақпараттық технологиялар колледжінің жігер әскери патриоттық клубы барлық облыстық және қалалық республикалық іс-шараларда қатысады. Әрі жарыстарда үнемі жүлделі орындарға ие болып жүр. Жаңа оқу жылында 24 қазан күні қыздар командасы Ұлы Отан соғысының батыры Мәншүк Маметованы еске алуға арналған Мерген Ару пневматика винтовкасы ату бойынша 1-ші орынға ие болса, 27 қазан күні жігер әскери патриоттық клубы командасы Алау 2023 облыстық әскери патриоттық жиындарында жүлделі 3-ші орында иеленді. Ал турникке тартудан жеке біріншілікте Истафьев Никита жүлделі 1-ші орынға ие болды. Никита, өз елінің патриоты қандай болу керек? Өз елінің патриоты өз ісін біліп, өз елін сүйе керек. Рахмет, Никита. Бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Еліміздің IT саласын жақсартқым келеді. Біздің колледжімізде PHP Cats деп аталатын команданы білесің бе, Айзада? Студенттік өмірдің ерекшелігі әрбір студенттің өз уақытына пайдалы әрі қызық өткізуі болып табылады. Сондықтан біздің студенттер өзінің жан-жақтылығымен ерекшеленеді. Команда PHP Cats деп аталады.
Команда 7 адамнан тұрады. Жетекшісі, арнайы пәндер оқытушысы Сапаров Мұхаммед Бағытұлы. Команданың лидер жетекшісі әрі фуллстек әзірлеуші колледж түлегі Юсупов Руслан болса, фронтенд әзірлеушілер Артем, Даниил, Айнара. Кабашева Айнара әрі команданың спикері. Сондай-ақ команда суретшісі Нұралы және веб-дизайнер Ислам бар. Команданың мақсаты бірегей веб өнімдер, сайттарды және әртүрлі ақпараттық жүйелерді дамыту. Команда IT технологияларды қолдануға және бағдарламалық өнімдерді әзірлеуге бағытталған түрлі жарыстарға қатысуға дайындалуда. Оқу жылы басынан қандай жетістікке жеткендері туралы айту үшін PHP Cats командасына сөз берейік. Біздің команда PHP Cats биыл құрылды. Әрине аз уақыт болса да біздің жетістігімізде бар. Қараша айында хакатон байқауында жүлделі 2-ші орын алдық. Бұл байқауда 24 сағаттың ішінде стартап жобасын жасау керек болды. Айнара, командамен бірге болған қызықты сәттеріңізді бөлісе отырсаңыз. Біз колледжде күні бойы жобаны әзірледік. Әр команда мүшесінің өз жұмысы болды және әркім өз жұмысын өте жақсы орындады. Бір қызығы, біз колледжде күні бойы жобамен айналыстық. Командамен бірге уақыт өткіздік, музыка тыңдадық, фильмдер көрдік және сол күнді есте сақтау үшін көптеген фотосуреттер мен бейнелер жасадық. Жобаны әзірлеуге аз уақыт болғандықтан біз оны аяқтауға тырыстық. Жобаны әзірлеу кезінде біз ауқымды жобадан және команданың қатысуынан қандай да бір эйфория сезіндік және бұл сезім жобаның аяқталуына дейін қалды. Марапаттау кезінде команданың барлық мүшелері уайымдады, барлығы сәтті болғанын қалады. Менің ойымша біз мұны жасадық. Біздің студенттеріміз оқып жатырған салалары бойынша әртүрлі сайыстарға қатысып қана қоймай, спорттық жарыстарда да колледж деңгейін көтеріп, дәлелдеп жүрген студенттеріміз бар. 2022 жылы Талдықорған қаласында өткен велосипед спорт түрінен 1-ші орын, 2023 жылы Атырау қаласында өткен қалалық біріншілікте 1-ші орын иегері колледжіміздің 3-ші курс студенті Анисимов Владислав. Осындай жетістіктерге жетуіңізге не себепші? Күнделікті жаттығулар жасау, психологиялық төзімділік жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етеді. Рахмет, сізді жеңіс тұғырынан көре берейік. Владислав, қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін көре алады? Бірнеше жыл тонбай жаттығулардан кейін еңбегінің жемісін көре аласың. Еліміздің өсіп өркендеуі жылындағы мемлекеттің алдағы уақытта жетер жетістігі мен алар асулары осы жастарымыздың қолында. Сондықтан да ұлт көшбасшысы жастарға саналы білім, сапалы тәрбие ала отырып, салауатты өмір сүруге шақырады. Жастарға осы жылдан тайынбай еліміздің үміті мен сенімін ақтар сауатты тұлғасы болып қалыптасуларына тілектеспіз.